Бүгін YouTube асханамда 5 ас қасық ұннан ғана жасалатын осындай үлпілдеген кекіс жасаймыз. Бұл кекісті жасаудың оңай болғаны соншалықты шайға күнде жасап жей беруге болады. 150 грамм қантқа 3 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Ерітілген 100 граммдай сары май құйып, оны да біркелкі араластырып аламыз. Дайын массаға 5 ас қасық ұн саламыз. Бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Бір шымшым тұз салып, қою қаймаққа ұқсас қамыр шыққанша біркелкі етіп араластырамыз. Қамырды алдын ала дайындап қойған формаларға бір ас қасықтың көлеміндей мөлшерде салып шығамыз. Артынша формалардың бәріне бір шай қасықтай пісірілген қойылтылған сүтті саламыз. Салманың үстін қалған қамырмен жауып шығамыз. Кекстерді 180 градусқа дейін алдын ала қыздырылған пешке салып 25 минуттай пісіреміз. Шайға арналған кекіс дайын. Бұл құрамнан 12 дана кекіс шықты. Қалауымызша қант ұнтағымен әрлейміз. Ас болсын. Ортасын бөліп көрсетейін.
Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.